adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. Ассалаумағалейкум достар, сендермен бірге мен Ярко. Қалайсыңдар достар? Достар, бүгінгі видеоға қош келдіңдер достар. Бүгінгі видеода біздер дейтін ерекше бір стильде превью жасайтын боламыз. Ол стиль дейтін өте топовый және превьюға өте керемет 100% қолдануларыңызға рұқсат беремін, кеңес беремін достар. Ол стильдің аты Клафи дейтін стиль достар. Ол Клафи деген стиль, ол мінекей экранда көріп тұрғандарыңыздай осындай стиль, және де бұны создать еткен адамның өзі де Клафи. Давайте достар, бүгін осы туралы видео болайын деп тұр достар. Давайте ана тіркеп лайктарыңды басып кетіңдер достар. Достар, және де сіздерге бірдеңе айтарым достар, видео бастамастан бұрын ең алдымен мен ертең видео шығарам. Ертең ба, оның әр күні бір видео шығарам. Ол видеоның аты подписчиктердің превьюларын бағалаймын деген болады. Давайте достар, осы видеоның комментариясына жазып кетіңдер, мен қатысамын деңдер. Жазып кетіңдер, және осы видеоның превью қалай шыққанын және жазып кетіңдер. Оннан нөлге дейін бағалап кетіңдер, нөлден 10-ға дейін бағалап кетіңдер. Сондай. Давайте, кім сол превью сайысына қатысады, соған неміз бар, личкама жазасыңдар достар. Осы видеоның описаниясында личкамды қалдырып кетемін. Давайте достар, кіріңдер. Ал бірінші орын, екінші орын жеңімпаздарға сыйлықтарымыз бар. Ал давайте видеоны бастаймыз. Достар, ең алдымен біздерге дейтін скинсет дейтін приложение керек болады. Достар, бұл жерде өзімізге керекті бір позаны жасап алатын боламыз. Мысалға, менің қазір жасайтын позам дәл осындай болады. Мінекей дәл осындай опа дейміз де сәл баланы және скриншот аттырып аламыз достар. Қазірше давайте достар, келесі приложение background eraser деген бәрлеріңе танымал өшіретін приложение достар. Давайте осы приложениеде өзіміздің скиніміздің артық жерлерін өшіріп алатын боламыз. Достар, егер де сендер осындай превью сайысына қатысып, қандай превью жасағыларыңды білмей жүрсіңдер, давайте осы менің видеомды қарап, Клафи стиліндегі превьюді жасап үйреніп алуларыңа болады достар. Осы Клафи стилінде превьюді жасап үйреніп алсаңдар, өте смело және де оңай бұл стиль дейтін арқайын жасап алсаңдар болады. Кеңес беремін бұны жасауға, өйткені бұл ең оңай әрі современный десек те болады. Бұл жерлерін өзіміз әдемілеп өшіріп алатын боламыз. Бұл жерлеріне өте қиналудың қажеті жоқ достар. Давайте осындай контенттер подписчиктермен өте көп шығатын болады достар. Давайте сондықтан да ана тіркеп лайктарын басып кетіңдер, тезірек 80 подписчикке жетейік, 70 подписчикке жетейік. Сосын 100 подписчикке жеткізсек достар. Сосын алда дейтін көптеген контент ашатын болады. Егер де 100 подписчикке жетсеңдер достар, мен сіздерге пиксельный авашапка жасау керек екенін үйретемін. Достар, бұл жерден біздер дейтін келесі приложение Pixel Lab әйгілі атышулы. Енді бұл жерден біздер дейтін өзіміздің превьюіміздің текстін дайындап алатын боламыз. Достар, бұлардың бәрі описаниеде тұратын болады достар. Енді біздер бұны эмбосын өшіріп аламыз. И потом жазамыз достар менен жерде. Келесі приложение ол дейтін PS Touch деген приложение болады. Ең алдымен бізге дейтін өзіміз осындай дайындап алған фон керек болады достар. Бұндай фонды тек өзіміз тауып аламыз достар. И потом бір жердің background eraserге кіріп, жаңағыдай өшіріп тастаңыздар болады. Енді бұл жерге достар осындай слой пайда болады біздерде. И потом бізге жаңағы пак керек достар. Бұл пактың описаниеде тұратын болады. Бұл пак дейтін. Мен бұл пакты іздеп отыруым керек. Давайте тез өткізіп жіберетін боламын бұл жерін.
Короче, достар, мінекей бұл пакты таптым мен. Енді бұны бірінші слойдың астына өткіземіз де, және бұның прекрасныйсын сәл көбейтеміз, и потом төбеге шығады. Біздер бұны дейтін басамыз, и потом бізге дейтін қызыл свет керек болады, достар. Вот так, осындай қызғыш свет керек болады. Осындай қызыл свет керек болады. Және оттенокты басамыз да, бұл төбесінде қызғыш свет қыламыз. Содан соң өзіміздің біздер дейтін достар позамызды әкелетін боламыз. Позамыз біздердің жаңағы дайындап алған бұл поза мінекей достар. Осындай бұл дейтін енді сәл мынандай қыламыз да, өз позаны екінші слойға өткізіп алатын боламыз. И потом позаны өзімізге әдемілеп қойып алатын боламыз. Мінекей достар, осындай қылып әдемілеп қойып аламыз. Енді біздер өзіміздің текстімізді әкелетін боламыз. Енді біздер дейтін болған обработка беретін боламыз. Обработка беретін боламыз. Текстімізге бір қылсақ болады, мінекей достар. Енді біздер өзіміздің скинімізге де беретін боламыз, обработка бәріне де. Бұл стильдің өзінің және тең беретін боламыз. Бұл стильдің өзінің достар обработкасымен танымал болды. Енді мінекей осындай обязательно да обработка береміз сәл-сәл, и оған да тең беретін боламыз. Тең бергенде әдемірек болады достар. Мінекей таптық ол светті. Мінекей опа деп қоямыз оның артына, и потом оттенокты береміз қып-қызыл қылып. Вот так тоже осындай әдемі превьюшки болып шықты. Давайте достар, тіркеп лайктарын басында, және біздің жаңағы сайысымызға да қатысып кетіңдер достар, әлбетте. Давайте, енді сендермен бірге болған мен Ерко, давайте, қош сау болыңдар.